Әйелім кеткен күннен бастап үй өзгеріп кетті. Жоқ, жиһаз сол қалпы. Қабырғалар да терезеде, бірақ ауа басқа болды. Бұрын үй тыныштық болса, енді ол тындап тұрғандай. Мен мұны бірінші күн-ақ сездім. Таңертең ас үйге кіріп су құйдым. Қайнаған судың дыбысы әдеттегіден қатты естілді. Өз демімді өзім тыңдап тұрғандаймын. Сол сәтте арт жақтан баяу қадам естілді. Ол квартирант қыз. Осы үйде 3-ші ай тұрып жатыр. Бұрын мән бермегенмін, тек бар деп қана білетінмін. Қазір оның жүргені де тұрмағаны да сезіледі. Қайырлы таң деді. Дауысы жай, бірақ көзінде бірдеңе бар. Тік қарамайды, бірақ байқамай да қалмайсың. Таң дедім қысқа ғана. Үнсіздік. Біз бір-бірімізге бөтен адамдар сияқты тұрдық. Бірақ бұл өтірік еді. Үндемей жүріп басталатын нәрселер. Кейде ең қауіпті нәрсе сөз емес. Кейде үнсіздік. Ол ас үйде отырып шай ішті. Мен қарсысындамын. Телефон қолымда, бірақ ештеңе оқымаймын. Ол да телефон сұқылап отырғандай, бірақ саусағы қозғалмайды. Екеуміз де бір сәтті күтіп отырғандаймыз. Бірақ қандай сәт екенін екеуміз де білмейміз. Немесе білеміз, бірақ мойындамаймыз. Әйеліңіз қашан келеді? Деді кенет. Бұл сұрақ жай сұрақ емес еді. Білмеймін дедім. Ол басын изеді, күлмеді, қуанбады, кек қабылдады. Осы сәтте мен бір шекараға жақындап қалғанымды түсіндім, бірақ әлі өтпедім. Әлі. Ішімдегі қарағы ой. Адам өзін жаман адаммын деп бірден мойындамайды. Алдымен ол өзін ақылды, түсінетін, басқара алатын адам деп сендіреді. Мен де солай істедім. Мен ештеңе істеп жатқан жоқпын деп ойладым. Кек сөйлесіп жүрміз деп. Бірақ шындық басқа еді. Мен оның көзқарасын күте бастадым. Ол бөлмесінен шықпаса мазасыздандым. Дауысы естілмесе құлағым түрілді. Бұл құмарлық емес еді. Бұл бақылау қажеттілігі болатын. Бір қарастың салмағы. Бір күні кешке жарық сөнді. Кәдімгі техникалық ақау. Бірақ сол сәт бәрін өзгертті. Үй қараңғы. Терезеден қала шамдары түсіп тұр. Ол бөлмеден шықты. Қорқып тұрмын деді. Бұл сөзді айтпай-ақ қоюына болатын еді. Бірақ ол айтты. Мен жауап бермедім. Тек орнынан тұрдым. Біздің арамызда 1 метр ғана бар еді. Бірақ сол метр өмір мен құлдыраудың арасы сияқты сезілді. Ол маған қарады. Ұзақ. Сол қарас менің ішімдегі соңғы тежегішті сындырды. Өзікді ақтау. Сол түні не болғанын мен кейін көп ойладым. Нақты бір сәтті айта алмаймын. Қай жерде тоқтау керек еді білмеймін. Бірақ бір нәрсе анық. Мен өзіме болды деп айтуға тырыспадым. Ал таңертең ол бұрынғыдай емес еді. Көзінде өкініш те жоқ, қуаныш та жоқ. Кек шаршау. Біз бұл туралы айтпаймыз деді ол. Бұл өтініш емес еді. Бұл шарт болатын. Мен келістім. Сол сәттен бастап бәрі басталды. Аяқталмаған сөйлем. Әйеліме телефон соқтым. Қалайсың деді ол. Жақсы дедім. Бұл өмірімдегі ең үлкен өтірік еді. Кейбір келісімдер сөзбен жасалмайды. Олар көзқараспен, уақытпен, үндемей жүріп бекітіледі. Біз де солай келістік. Ештеңе болмағандай өмір сүрдік. Күнделікті тірлік, таңғы ас, кешкі тыныштық. Бірақ үйдің ішінде бір айтылмаған ереже пайда болды. Ол маған бірінші болып қарамайды. Мен оған атымен сөйлемеймін. Біз бір-бірімізге киіп кетпеуге тырысамыз. Ал ең бастысы, біз өткен түнді жоққа шығарамыз. Тәуелділік қалай басталады? Алдымен мен оны ұмытып кетемін деп ойладым. Бірақ керісінше болды. Ол менің ойымнан кетпей қойды. Жұмыста отырсам, үйді ойлаймын. Үйге келсем, оның бөлмесінің есігіне көзім түседі. Есігі жабық болса, тымсызданамын. Ашық болса, ашыланамын. Менің көңіл күйім енді оның бар жоғына тәуелдеді. Осыны түсінген сәтте қорқып кеттім. Бірақ қорқыныш тоқтатпады. Қорқыныш қызықтыра түсті. Ол мені байқап жүр. Бір кеште ол ас үйде отыр екен. Мен кіргенде басын көтермеді.
Шай қайнап тұр деді. Бұл жай сөйлем. Бірақ даусында бір түрлі сенімділік бар еді. Бұрын ол менен именетін, енді жоқ. Рөлдер ауыса бастағанын сол кезде түсіндім. Мен оны бақылап жүрмін деп ойладым. Ал шын мәнінде ол мені ұстап отыр екен. Бір ауыз сөз. Бір күні ол, сіз өзіңізді жек көресіз бе деп сұрады. Мен селк ете қалдым. Неге олай дейсің дедім. Себебі сіз маған дәл солай қарайсыз. Бұл сөз мені іштен қағайырды. Мен жауап бермедім. Себебі жауап бар еді. Әйелімнің дауысы. Әйелім жиі қоңырау шала бастады. Үйде бәрі дұрыс па деп сұрайды. Иә деймін. Даусын бір түрлі дейді. Мен күлем. Шаршаған шығармын. Бұл өтірікті мен күнде қайталадым. Қайта-қайта өзіме де. Шекараның жойылуы. Кейде біз ас үйде қатар тұрып қалатынбыз. Арамызда сантиметр ғана. Сол кезде үйдің іші тарлық кеткендей сезілетін. Ауа жетпейді. Дем ауыр. Бірақ ешкім артқа шегінбейді. Бірде ол сыбырлап, біз мұны тоқтата аламыз ғой деді. Бұл сөздің жалғасы жоқ еді. Бірақ мағынасы анық болатын. Мен үндемедім. Сол үндемегенім жауабым еді. Ішкі күйреу. Түнде ұйықтай алмадым. Әйелімнің жүзін елестетем. Сосын оның көзқарасын. Екеуі бір-біріне ұқсамайды. Бірақ екеуі де мені айыптап тұрғандай. Мен өзімді ақтауға тырыстым. Мен ешкімді алдаған жоқпын. Мен ештеңе уәде берген жоқпын. Бірақ бір шындық бар еді. Мен өзімді саттым. Оның көзіндегі өзгеріс. Квартирант қызда өзгерді. Бұрынғыдай жас емес. Күлмейді. Қарапайым сұрақтардың өзі ауыр. Бір күні ол, сіз мені жек көре бастайсыз, солай ма деді. Неге дедім. Себебі мен сізге айна болдым. Мен бұл сөзді кейін көп ойладым. Алдағы дауыл. Мен ішімнен бір нәрсе жақындап келе жатқанын сездім. Бұл әшкерелену емес, бұл жарылыс. Бәрі осылай жалғаса алмайтынын екеуміз де білдік. Бірақ ешкім бірінші болып тоқтатқысы келмеді. Себебі тоқтау, мойындау. Бір сәт болады. Сол сәттен кейін бәрі бұрынғыдай емес екенін анық сезесін. Мен үшін ол сәт бір қарапайым көріністен басталды. Мен кешкісін үйге кеш келдім. Әдеттегідей ешкімді көрмеймін деп ойладым. Бірақ ас үйдің шамы жанып тұр екен. Ол үстел басында отыр. Алдында шәй, суып қалған. Күттім ме деп сұрадым. Иә деді ол, жай ғана. Осы иә бұрынғыдай емес еді. Онда кінә жоқ, ұялшақтық жоқ. Онда сенімділік бар еді. Сол кезде мен түсіндім. Енді мен жағдайды бақылап тұрған жоқпын. Ол соңғы кездері аз сөйлейтін болды. Бірақ аз сөз көп мағына. Кейде тек қарап отырады, ұзақ, тік. Мен өзірімді ыңғайсыз сезіне бастадым. Бұрын бұл сезім оған тән еді, енді маған. Бірдеңе айтқың келе ме деп сұрадым бірде. Айтсам не өзгереді, деді ол. Бұл сұрақта реніш те, үміт те жоқ, тек шындық. Өзімнің бейнем. Мен өзімді бұрын басқаша көретінмін. Тәртіпті, жауапты, шекараны білетін. Ал қазір айнаға қарасам, көзімде бірдеңе жетіспейді. Жарық па, немесе тыныштық па. Мен өзімді ақтап алатын сөздер де таусыла бастады. Әйелім қайтады. Әйелім келетінін бір күн бұрын айтты. Ертең үйдемін деді. Осы сөз жүрегіме ауыр тиді. Қуаныш емес, қорқыныш. Үйде 3 адам. Ал шын мәнінде 3 түрлі шындық. Ол бұл жаңалықты естігенде үндемеді, тек басым изеді. Сен қуанған жоқсың ба дедім. Бұл сіздің өміріміз ғой деді. Бұл сөз суық еді. Ал суық сөз кейде айқайдан да ауыр. Бірінші қауіпті қадам. Сол түні ол бөлмемнің есігін қақпады. Бұл мені одан сайын мазасыздандырды. Мен өзім шықтым. Сен не ойлап жүрсің дедім. Сізден де соны сұрағым келген деді ол. Үнсіздік. Біз мұны тоқтатуымыз керек дедім ақыры. Ол күлді. Қазір ме? Әлде әйеліңіз келген соң ба? Осы сөзбен ол мені бұрышқа тіреді. Шындықтан қашу. Түн бойы ұйықтай алмадым. Әйелім келсе,
Бәрі бітеді деп ойладым. Бірақ бітеді деген сөздің мағынасын түсінбедім. Не бітеді? Менің тыныштығым ба? Әлде өзім туралы иллюзиям ба? Оның сөзі. Таңертең ол маған бір ғана сөйлем айтты. Сіз бәрін бақылап жүрмін деп ойладыңыз. Ал мен сіздің әлсіздігіңізді ғана көрдім. Бұл сөз мені күйретті. Себебі ол шын еді. Әшкереге бір қадам. Әйелім сол күні кешке келді. Үй қайтадан қалыпты болды. Кек менің ішім емес. Олар бір-біріне қарады. Ұзақ емес, бірақ жеткілікті. Сол қараста бәрі бар еді. Мен сол сәтте түсіндім. Енді бәрі уақыттың еншісінде. Ал уақыт кешірмейді. Әйелім үйге кірген сәттен бастап, мен тыныс алуды ұмыта бастадым. Ол бәрін байқайды, әрқашан. Аяқ киімін шешіп жатып, үйді бір шолып өтті. Маған емес, үйге. Үй салқындап кетіпті деді. Бұл жай сөз еді. Бірақ мен оның астарында басқа мағына барын сездім. Квартирант қыз бөлмесінен шықты. Сәлеметсіз бе деді сыпайы. Дауысы тыныш, көзі жабық. Әйелім оған қарап жымиды. Сәлем деді. Жақсы тұрып жатырсың ба? Иә. Бір ауыз сөз, екі түрлі мағына. Мен осы екі әйелдің ортасында отырдым. Бірі менің өткен өмірім, бірі менің құлаған жерім. Алғашқы күндері бәрі қалыпты көрінді. Бірақ бұл сыртқы қабатқана еді. Әйелім бұрынғыдай емес. Ол мені бақыламайды, сұрақ қоймайды. Ол тыңдайды. Ал квартирант қыз бұрынғыдай именбейді. Кейде әйеліме тік қарайды. Кейде әдейі менің жанымнан өтеді. Бәрі есеппен. Мен сол сәттерде өзімді адам емес, екі жақтың ортасындағы айғақ сияқты сезіндім. Әйелімнің сөзі. Бір кеште әйелім маған, сен өзгеріпсің деді. Қалай дедім. Көзімде бұрын мен білемін деген сенім бар еді. Қазір мен ұсталып қалам деген қорқыныш бар. Мен жауап бере алмадым. Ол маған жақындап, сен бірдеңе айтқың келеді ғой деді. Бұл сұрақ емес еді. Бұл соңғы мүмкіндік. Мен үндемедім. Ол басын изеді. Түсіндім деді. Осы түсіндім, мені бәрінен қатты қорқытты. Қыздық қадамы. Келесі күні квартирант қыз ас үйде әйеліммен ұзақ отырды. Мен бөлмемде едім, бірақ әр сөзді естідім. Күлкі жоқ, айқай жоқ, тек тыныш әңгіме. Мен олардың не туралы сөйлескенін білмеймін. Бірақ сол әңгімеден кейін бәрі қиындай түсті. Қыз маған қарап, сіз жақсы адам емессіз деді, жай ғана. Неге дедім? Себебі сіз ешкімді таңдамадыңыз. Осы сөз мені іштен сындырды. Өзіммен бетпе-бет. Түнде айнаға қарадым. Сол адамды танымай қалдым. Мен өзімді біреуге зиян тигізбеймін деп сенгенмін. Ал шын мәнінде екі адамды бірдей күйретіппін. Бірақ ең сорақысы өзімді. Әйелімнің шешімі. Келесі күні әйелім, ертең сөйлесеміз деді. Не туралы дедім. Сенің үнсіздігің туралы. Осы сөзден кейін мен ішімнен бір нәрсенің үзілгенін сездім. Бұл қорқыныш емес еді. Бұл ақырына жеткенін сезу. Түнгі таңдау. Сол түні квартирант қыз чемоданын жинады. Сен кетесің бе дедім. Жоқ деді ол. Бұл жолы сіз қаласыз. Мен түсінбедім. Ертең бәрі белгілі болады деді де есігін жапты. Мен сол түні таң атқанша отырдым. Ал таң кешірім әкелмейді. Таң ерте атты. Мен түні бойы ұйықтамадым. Үйдің әр дыбысы жүйкеме тиіп тұрды. Сағаттың тықылы да соттың балғасында естілді. Әйелім ас үйде отыр екен. Алдында бір кесе шәй. Қол тимеген. Отыр деді. Даусы сабырлы. Тым сабырлы. Мен отырдым. Осы сәтте квартирант қыз да шықты. Қолында чемодан жоқ. Ол кетпейтінін мен сол кезде түсіндім. Үшеуміз бір үстелдің басында отырдық. Бір үй, бір өтірік, үш адам. Шындықтың айтылмайтын түрі. Мен бәрін білемін деді әйелім. Осы сөзден кейін ештеңе айту артық еді. Бірақ сенен естімеймін деп жалғастырды. Себебі сен айтсаң, мені тағы да алдайсың. Ол квартирант қызға бұрылды. Ал сен
Sen menin жауым емессің деді. Қыз басын төмен салды. Жау ол деді де маған қарады. Бұл үкім еді, айыптау емес, үкім. Менің сөзім жоқ. Мен сөйлегім келді, өзімді ақтағым келді. Түсіндіру, себеп табу, бірақ аузымнан бірде-бір сөз шықпады. Себебі, менің ішімде бәрі баяғыда-ақ айтылып қойған еді, ал айтылмаған нәрсе тек қорқақтық. Қыздың соғы сөзі. Квартирант қыз орнынан тұрды. Мен кетем деді. Әйелім басын изеді. Дұрыс шешім деді. Қыз маған бір рет қана қарады. Сіз маған ештеңе берген жоқсыз деді. Бірақ мен сізден бәрін жоғалттым. Сосын есікті жапты. Сол дыбыс үйдегі ең ауыр дыбыс болды. Әйелімнің шешімі. Үнсіздік, ұзақ. Сосын әйелім орнынан тұрды. Мен де кетем деді. Қайда? Деп сұрадым сыбырлап. Өзіме деді. Ол чемодан алмады, айқайламады. Көз жасын көрсетпеді. Тек есікке жетіп, бір сәтке тоқтады. Сен жаман адам емессің деді. Сен әлсіз адамсың. Ал әлсіздік ең қауіпті нәрсе. Есік жабылды. Бос үй. Үйде жалғыз қалдым. Бір түрлі тыныштық орнады. Бірақ бұл тыныштық жеңілдік емес. Бұл бос кеңістік. Мен диванға отырдым. Қабырғаға қарадым. Өмірімдегі барлық ештеңе болмады деген сәттер осы қабырғаға жазылып тұрғандай. Мен ешкімге зорлық жасамадым деп ойладым. Бірақ мен ешкімді қорғаған жоқпын. Адам кейде бір қадам жасадым деп ойлайды. Ал шын мәнінде ол өз шекарасын бұзады. Бұл әңгіме құмарлық туралы емес. Бұл жауапкершіліктен қашу туралы. Ешкім ұстамады. Ешкім әшкерелемеді. Мен өзімді өзім соттадым. Ал ең ауыр жаза үнсіз өмір. Таң атты. Бірақ ешкім ешқайда кетпеді. Әйелім ас үйде отырды. Қолында телефон. Экран сөніп тұр. Бірақ ол соған қарап отырғандай. Квартирант қыз да сонда. Үстелдің қарсы бетінде. Тыныш. Тым тыныш. Мен үшінші орындықта отырдым. 3 адам. 3 түрлі тыныс. Мен сенен бір ғана нәрсе сұраймын деді әйелім. Шындықты емес. Тек өзіңе адал бол. Мен үндемедім. Қараз өзіме деді ол. Сен қазір қайсынан қорқып отырсың? Мен жауап бермедім. Себебі қорқыныштың атын атау, оны мойындау еді. Қыздың шын беті. Квартирант қыз кенет күлді. Бұл күлкі жеңіл емес еді. Онда ашу да жоқ. Онда шаршау бар еді. Ол ешқашан шындықты айтпайды деді ол, әйеліме қарап. Себебі оған шындық керек емес. Оған екі өмір керек. Әйелім басын изеді. Мен де соны түсіндім деді. Олар бір-біріне қарсы емес еді. Олар бір жақта болды. Ал мен қарсысында. Біліктік соғы секунды. Сен өзімді еркекпін деп ойладың деді қыз маған қарап. Ал шын мәнінде сен жай ғана көрінбейтін болғың келді. Бұл сөз маған ауыр тиді. Сен бізді таңдамадың деді әйелім. Сен жауапкершіліксізді таңдадым. Мен орнынан тұрдым. Жетет дедім. Бұл менің үйім. Қыз басын изеді. Дәл солай деді. Бұл сенің үйім. Сол ішінде сен жалғыз қаласың. Олар сол күні кетпеді. Әйелім басқа бөлмеде ұйықтады. Қыз өз бөлмесінде, ал мен диванда. Үйде 3 адам тұрды, бірақ мен жалғыз едім. Күндер өтті. Олар сөйлеспеді, айқай болмады. Тіпті көзге тіке қарау да сиреді. Бірақ мені жоқ адамдай қабылдай бастады. Мен сөйлесем естімегендей, кірсем үнсіз. Бұл жаза еді. Бір күні кешке үйге келсем, ас үйде екеуі шай ішіп отыр екен. Күлді. Мен кіргенде күлкі тоқтады. Шай бар ма дедім. Әйелім маған қарап, сен әлі осындасың ба деді. Бұл сөз пышақтан өткіреді. Сол сәтте мен түсіндім. Мен оларды емес, өз орнымды жоғалттым. Түнде айнаға қарадым. Өз бейнемді көрмедім. Тек бос көз. Мен ешкімді ұрған жоқпын. Ешкімді қорламадым. Бірақ мен бәрін іштен жеп бітірдім. Үй менікі. Өмір менікі, ал мен жоқпын. Кейбір адамдар жазаға лайық емес деп ойлайды. Себебі олар ештеңе істемедім дейді.
Ал ең ауыр жаза ешкімге керек болмай қалу. Бұл түрме емес, бұл айқай емес, бұл сен барсың, бірақ ешкім үшін жоқсың.